Жәннаттың ең құрметті әйелдері. Жәннат иелерінің ең құрметті әйелдері Хуайлид қызы Хадиша, Мұхаммед қызы Фатима, Перғауынның әйелі және Имранның қызы Мариям. Алла олардың бәріне разы болсын. Ассаламу алейкум, қадірменді тыңдармандар. Бүгін сіздерге жәннаттың ең құрметті әйелдері жайында айтатын боламын. Ал сіздер каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып, қолдап қойыңыздар. Осы хадиске түсіндірме айтатын болсақ, бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям жерге 4 сызық сызып, оның не екенін қасындағы сахабалардан сұрайды. Олар Алла және елшісі жақсырақ біледі деп жауап береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям жоғарыдағы хадисті келтіріп, әйелдер арасынан аталмыш 4 кісінің атын атайды және олардың жәннаттағы ең құрметке бөленген әйелдер болатынын баяндайды. Бұл 4 әйел кісіні қысқаша таныстырып өтейік. Біріншісі Хуайлид қызы Хадиша. Хазіреті Хадиша радиаллаху анха анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлямның аяулы жары. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлямнан 6 құрсақ көтерген. Биік абыройы себепті исламнан бұрын пәк, таза деген мағынаға саятын Тахира лақабымен танымал болған. Кубра, Хадиджатул Кубра сипатын исламнан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям қояды. Биік көркем мінез иесі Хадиша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлямға аяулы жар әрі қиын қыстау кезеңде үнемі қасынан табылатын жанашыр дос бола білді. Алғаш уахи түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям қатты қорқады. Сол кезде сөзімен де, ісімен де демеу көрсете білген Хадиша анамыз еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлямды өзінің туысқан ағасы Варақа ибн Науфалға жолықтырып, бұл ғажайып оқиғаның не екенін түсінуіне көмектеседі. Мүшриктер тарапынан жарияланған қиыншылыққа толы бойкот жылдары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлямның қасынан бір елі ажыраған емес. Меккенің ең бай адамының бірі болған Хадиша анамыз исламды қабылдаған соң малын да, жанын да Алла жолында пида етті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям Хадиша анамызды осындай ерен ерліктері үшін қатты құрметтеп өткен болатын. Хадиша анамыз қайтыс болғаннан кейін оның туысқандарына ерекше ілтипат көрсететін. Хадиша анамыз көзі тірісінде жәннатпен сүйіншіленген бақытты жандардың бірі. Екіншісі Мұхаммед қызы Фатима радиаллаху анха. Хазіреті Фатима радиаллаху анха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлямның кенже қызы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям қайтыс болғаннан кейін 6 ай өткен соң дүниеден озды. Фатима радиаллаху анха хижреттің 2-ші жылында Хазіреті Әлимен радиаллаху анхумен бас қосып тұрмыс құрады. Екеуінен Хасан, Хусейн, Үммі Гүлсім, Зейнеп, Мұхасим есімді дүниеге келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлямның ұрпағы Хазіреті Фатима радиаллаху анханың балаларынан өрбейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлямның қызы Фатима мен Хазіреті Али радиаллаху анху және немерелерін шапанының астына алып, «Уа Алла тағалам, бұлар менің отбасым, әхлі байт, оларды түрлі жамандықтан сақтай көр және жан дүниелерін тазарта көр» деп дұға ететін. Фатима радиаллаху анха жарқын жүзді, нұр жүзді, мағынасына саятын әз-Захра және асқақ абырой иесі болғаны себепті Бәтул лақабымен танымал. Дін үшін жан пидалық танытқан әйелдердің бірі. Ухуд шайқасы барысында жауынгерлерге азық жеткізіп,
жаралыларды емдеуге көмектесті. Сол күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тісі сынып жараланады. Әкесінің жүзінен аққан қанды Фатима анамыз сүртумен болды. Қан тоқтамаған соң киізді отқа күйдіріп, әкесінің бетіне басады. Сөйтіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мүбәрак жүзінен аққан қанды тоқтатады. Хазіреті Фатима радиаллаху анха әйелдердің де ер адамдар секілді ақ матаға оралып, көпшіліктің алдына шығатынына ыңғайсыздық танытады. Осы ойын Асма бинт Умайсқа айтқанда, ол кісі Шам аймағында мәйітті табытқа салып апаратынын көргенін жеткізеді. Осыдан кейін Хазіреті Фатима радиаллаху анха қасындағы адамдарға қайтыс болған соң өзін табыт ішіне салып апаруды өсиет етеді. Кейін бұл өсиеті орындалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тәрбиесінде өскен Хазіреті Фатима радиаллаху анха әдеп және жүріс-тұрыс жағынан әкесінен айнымайтын. Әкесі секілді өмірі қанағатқа толы болды. Қол диірменімен бидай үгіп, құдықтан су таситын. Аяулы жарының қиналғанын көріп, жаны ашыған Хазіреті Әли радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан үй шаруасына жәрдем беретін қызметші ретінде соғыс тұтқындарынан бір адам беруін сұрайды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хазіреті Әли радиаллаху анхудың бұл өтінішін қабыл етпейді. Мұның орнына жатар уақытта 33 мәртеден Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху Акбар деп айту қызметшіден де артық екенін айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қызы Фатиманы өте қатты жақсы көретін. Тіпті бір сөзінде Фатима менің бір бөлшегім, кім оны қуантса, мені де қуантқаны, ал кім Фатиманы ренжіткен болса, мені де ренжіткені деген. Қызы келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дереу орнынан тұрып қарсы алатын, маңдайынан сүйіп, өзінің қасына отырғызатын. Әкесі келгенде қызы да осындай ілтипат танытатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сапарға аттанып бара жатып, қызы Фатимамен радиаллаху анхамен ең соңынан қоштасатын. Ал сапардан қайтқан уақытта ең бірінші болып қызы Фатимамен көрісетін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір сөзінде маған періште келіп, Фатима жәннат иелерінің ханшайымы болады деген сүйінші хабар айтты деген. Үшіншісі Музахим қызы Асия радиаллаху анха. Хазіреті Асия тәкаппарлықта шектен шыққан перғауынның әйелі. Жүрегі Аллаға деген иманға толы Асия Музахим қызы жайында Құран бізге бұлайша баяндайды. Сондай-ақ Алла иман келтіргендер үшін перғауынның әйелін мысалға келтіреді. Кезінде ол, «Уа Раббым, мен үшін өз құзырыңда жұмақта бір үй тұрғызғайсың. Мені перғауыннан және оның жаман ісінен, зұлымдығынан сақтай көр. Мені бұл залым қауымнан құтқара көр» деп жалбарынған еді. Аяттан түсінетініміз, күйеуі күпірлікке бой алдырғанына қарамастан, Аллаға деген иманында табандылық танытқан әйел кісі күйеуінің бұл ісіне жауапты емес. Алла оны түбінде құтқарады. Ніл өзеніне тасталған Мұсаны көрген кезде, оның сарайда өсуін, тіпті баласы болуын қалаған перғауынның жалған құдайлығын қабыл етпей, және көрген азабының қиындығына қарамастан, өмірін кәлимамен өрнектеген иманды жан Асия Музахим қызы. Қасиетті Құранда және хадистерде иман келтірген жандар үшін үлгі һәм өнеге етіп көрсетілген. Неткен бақыт десеңізші. Төртіншісі Имран қызы Мариям. Иса пайғамбардың анасы Мариям. Ислам дінінде
мұсылман жұртшылығы үшін биік ар-намыс иесі һәм үлкен құрметке ие тұлға. Мәриям есімі қасиетті Құранда 34 мәрте аталады. Құранның 19 сүресі Мәриям сүресі деп аталады. Хазіреті Мариям қасиетті Құранда есімімен аталған жалғыз әйел кісі. Құран мен хадистерде адамгершілік қасиеттерді бойына жиған тақуа жандардың қатарында ерекше мақтауымен еске алынады. Хазіреті Мариям тәндік және рухани тазалығын сақтап, Аллаға деген ғибадатқа терең берілуі себепті Бәтул лақабымен танылған. Бәтул рухани кемелдікті білдірумен қатар, тәндік сұлулықты да көрсетеді. Сол себепті Хазіреті Мариям өз заманының ең сұлу, рухани тұрғыдан ең кемел әйелі ретінде танымал. Байқағанымыздай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде айтқан құрметке лайық осынау 4 әйел затының бойындағы ортақ сипат ар-намысын көзінің қарашығындай қорғауы және Алла жолында жасаған жан пидалығы мен адамгершіліктері, рухани және тән тазалығының символы болған осынау жандар қияметке дейін келіп кетер мүмін әйелдер мен ерлер үшін өшпес үлгі һәм өнеге. Осындай сипаттарды бойына жинай білген мүмін әйелдер Алла нәсіп етсе, екі дүниенің бақытына кенелмек. Сондай-ақ кісі сүйгенімен бірге болады деген хадиске сай, мәңгілік өмірде осынау тамаша жандармен бірге болады. Осындай бақытқа қауышқан әйелдерге сүйінші. Алла тағала баршамызды турашыл құлдарынан етсін. Құрметті тыңдармандар, видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алланың нұры жаусын баршаңызға.